Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге тырнақ құрағының жасалу жолдарын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал кеттік. Бізге керекті заттар ені 2,5 см болатын көк матовый биллюр және 3,5 см болатын сұр 4 бұрыш, шыт, мата, қайшы, қалам, сызғыш және тігін машинасы. 3,5 см матовый биллюрымыздың орнына осындай лазер матасын қолдансаңыз болады. Қолданбас бұрын астына флизелин матасын үтікпен жабыстырып аласыз, сол кезде қатты болып тұрады. Тырнақ құрағын тігіп бастайық. Әдеттегідей ең алдымен шыт матаның екі бұрышын бір-біріне қосу арқылы дәл ортасын анықтап аламыз. Шыт матамызды тігін машинасына қойып, 3,5 см сұр матовый биллюрымызды дәл ортасына қойып жегін бір тігіп аламыз. Осыдан кейін көк лентамызды бір жегіне лапканың жегімен бірдей қылып тігіп алыңыз. Матаның түгін қарап тігуді ұмытпаңыз, оң жату керек. Видеодағыдай көріп тұрғаныңыздай 4 жегіне көк лентамызды тігіп шығамыз. Енді тырнақ құрағы үшін 3,5 см сұр матовый биллюрымызды үстіңгі қырын мен жегіндегі қырын дәлме-дәл қойып тіксеңіз, құрағыңыз түзу шығады. Қалған үш қырына дәл осылай қарап отырып тігеміз. Үстіңгі лентамызды тігер алдында астыңғы лентамызды тартып отырамыз. Дәл осы реттілікпен 4 қатар тігіп шығамыз. Жиегін бекітіп бір тігіп аламыз. Артық матамызды кесіп алып тастаймыз. Достар, менде осындай тырнақ құрағы шықты. Мен алдыңғы видеоларымды қарасаңыз, осындай шай көрпеше жасаған болатынмын. Сол шай көрпешемнің ішінде шиқырақтың екінші бір түрін көрсеткенмін. Егер де сіздерге менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ол маған мықты мотивация болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.